Бәріңізге сәлем достар. Өзбек халқының тағамы хамир хасиб деп аталатын өте дәмді, тойымды тағам дайындаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға салқын суымызды құйып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. 1 шай қасық тұзымызды салып, араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін алдын ала дайындап қойған, өлшеп қойған ұнымызды үстіне салып, үстіне азыздан салып отырып, мантыға илеген нандай қылып, қатты қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 15 минутқа пакетке салып, тындырып қоямыз. Осы 15 минуттың ішінде қамырымызды 2-3 рет, 1-2 рет қайтарып илеп жібереміз. Сол кезде жақсы жайылатын болады. Пакетке салып қойдық, енді 15 минут тындырамыз. Салмамызды дайындаймыз. Тартылған етіміздің үстіне ұсақтап туралған жуамызды саламыз және алдын ала шалап пісіріп қойған, суытып қойған күрішімізді саламыз. Күрішімізді алдын ала дайындап қоямыз және татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды қосамыз. 1 шай қасықтан қостым және кішкене сулы болу үшін 70 грамм комнатный температурадағы су қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырасыздар. Енді қамырымызды алып, 1-2 рет тағы да илеп жіберіп, теңдей 2-ге бөлеміз. Бізде 2 нан жаямыз. Бірінші нанды жайып аламыз жұқалап. Мантыға жайған сияқты етіп, жұқалап жайып аламыз. Мен дайын болды, жайдым. Енді кесіп аламыз. Өзімізге ыңғайлы қылып. Артық жандарын кесіп тастаймыз. Нанымыздың барлығын осылай бірдей етіп кесіп, жайып шығамыз. Енді салмамызды саламыз. Салмамызды нанымыздың шетіне қарай саламыз. Қазір ораған кезде ыңғайлы болады. Барлығын бірдей қылып салып шыққаннан кейін, міне конверт сияқты қылып жасаймыз. 3 бұрышын бір жерге апарып жабыстырып, осылай орап шығамыз. Тағы да көрсетемін, міне бір бұрышын ортасына қойып, екі жағын жабыстырып, осылай қысып орау керекпіз. Сол кезде біз піскен кезде ашылмайды. Еш қиындығы жоқ, тез жасауға болады, әрі жеген кезде өте ыңғайлы. Барлығын бірдей етіп жасап болғаннан кейін мантаваркамызды майлап ішіне салып шығамыз және қайнап тұрған суда мантаваркамызды қойып 40 минут пісіріп аламыз. Өзіміз қалауымызша подлива жасасаңыздар болады. Тәп-тәтті тамағымыз пісті. Жасап көріңіздер, өте дәмді және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.